Балаларыңыз ақылы мектепте оқи ма, жоқ әлде мемлекеттік мектепте ме? Балалар бірінші қызым мемлекеттік мектепте оқыды, қазіргі екі қызым Тамыз мектебінде оқып жатыр. Өйткені мен Тамыз мектебінде акционер болғандықтан, мен арнайы соларды сол жерде ұстап отырмын. Өйткені халыққа берген тамақтан өзімді дәмдатуым керек деген философиямен. Мемлекеттік мектептердің бағдарламасына көңіліңіз тола ма? Жоқ, әрине толмайды. Сондықтан мен осы білім беру саласында көп жұмыс істеп жатырмын. Көптеген мектептерге, елдерге барып келдім. Сингапур, Финляндия, Оңтүстік Корея, соның бәрін зерттеп, ақш реформасында әрине кемшіліктер өте көп. Өте көп. Енді қолымыздан келгенше жазып та жатырмыз, күресіп та жатырмыз, көмектесіп та жатырмыз. Енді қолымыздан келген нәрсенің бәрін барлық тірлікті жасап жатырмыз. Қалай ойлайсыз, бұл әдейі жасалып жатқан бір саяси жүйе ме, жоқ әлде расында да біз білім жүйесін, білім саласын игере алмай жатырмыз ба? Жоқ, жалпы дүние жүзінде білім беру саласы үлкен дағдарыста. Өйткені барлық адамзаттың бәрі қазір балаларды не нәрсеге және қалай дайындауға сол сұраққа жауап таба алмай жатыр да. Өйткені экономика мүлдем өзгеріп кетті, келешек бұлыңғыр болып кетті. Ал білім саласы қалай келешекке маман дайындайды? Ол сол қиындық сонда болып тұр да. Жалпы менің өзім болжам бойынша мына көптеген робот келіп жатыр, жұмыс орындарды алып жатыр, жаңа artificial intelligence деп отырмыз, жаңа жасанды интеллект деп отырмыз. Бірақ адам мен роботтың екі айырмашылығы неде? Және жасанды интеллект. Ол адамда мораль бар. Робот мысалы санау жағынан, интеллект жағынан бізден асып кетеді. Енді бір 10 жылдың ішінде бізден асып кетеді адамзаттан. Механикалық жұмыстан бүгінгі күні асып жатыр. Сонда мына механикалық жұмыс бар, интеллектуалдық жұмыс бар, және моральдық таңдау бар. Осы үшеуінің екеуін робот жасай алады, не жасанды интеллект, а мына үшіншісін жасалмайды. Оны тек қана адам жасай алады. Сондықтан менің айтуым бойынша мен барлық ата-аналарға да айтатыным, біз баланың тәрбиесіне көп назар аударуымыз керек та, не жақсы, не жаман, соны түсіне білетін сондай бала тәрбиелеу керек. Моральды адам тәрбиелеуіміз керек. Сол маңызды болады. Өйткені келешекте тауар өндіру ол проблема болмайды. Түсінікті.